Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге алғашқы дайындағаннан мінсіз болып шығатын сметаник пирогының рецептісін ұсынамын. Шын мәнінде бір дайындағаннан керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Қамырын дайындау үшін сары май, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш және шекер қажет болады. Ыдысқа електен өткізіп ұн мен қопсытқышты саламыз. Оның үстіне шекер саламыз. Енді жұқа қылып туралған сары майды салып қолымызбен осылай үгітеміз. Бізде песочный қамыр шығу керек, орысша айтқанда крошки болу қажет. Видеода көрсетілгендей қолдарыңызбен осылай жасасаңыздар, сіздерде де осындай песочный тесті шығады. Одан соң бір жұмыртқаны саламыз. Одан соң осылай қолымызбен жақсылап араластырып қамырды біріктіреміз. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді осы дайын қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Пищевой пленкамен немесе целлофанмен қаптауды ұмытпаңыздар. Мен осындай целлофанға салдым. Енді тоңазытқышқа қоямын. Міне тоңазытқыштан алдым. 30 минуттай тұрды бізде. Енді менде осындай 24 сантиметрлік форма. Пергамент немесе фольга төсеуге болады. Мен бірақ астын майлап қойдым. Менде қамыр 30 минуттай тоңазытқышта тұрды. Енді оны алып, жарты бөлігін астына осылай қолымызбен жасаймыз. Яғни форманың астына осылай қолымызбен жайып шығамыз. Астын жасап болдық. Енді қалған тестімен жанын жасайтын боламыз. Қамыр әдемі түзу болып шығу үшін мен шанышқының көмегімен осылай жасаймын. Ал енді салмасын дайындаймыз. Қаймақтан жасалатын салма ең маңызды ингредиент бізде. Бізге қаймақ, қант және де жұмыртқа қажет. Енді қант саламыз. Одан соң 2 жұмыртқаны жарып, оны да қосамыз. Менде қаймақ 20%-лық дүкеннің қаймағы. Енді жаймендеп венчиктің көмегімен осылай асықпай араластырамыз. Миксермен араластырмаймыз. Әрі кеткенде 10-15 секундтай араластыратын боламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді осы салманы дайын тұрған қамырдың үстіне құйып, қызып тұрған пеште 35-45 минуттай 180 градуста пісіреміз. Мен әсемдік үшін шиені беттеріне осылай салып шықтым. Бұл міндетті емес, шиесіз де пісіре беруге болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Лунара.